Сәлем достар, мен бүгін сіздерге жұрттардың жүрегін жаулаған хит рулеттерінің бірі және өзім заказға жасайтын рулеттердің қыр-сырын сіздермен бөлісетін боламын. Алдымен каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Алдымен сырымызды осындай майда үккіштен өткізіп, үстіне жұмыртқа мен қаймағымызды салып араластырамыз. Және осы сырдың түсін келтіру үшін біз куркума немесе мен сияқты кондитерлік бояғышты қосуға болады. Ол не үшін деп сұрауларыңыз мүмкін. Біздің сырымыз осындай ашық түс болғандықтан, біздің дастарханымыздың сәнін ашып тұру үшін осындай сары бояғышты немесе куркуманы қосамыз. Міне, біздің осындай сары түске енеді. Осыны пергамент төселген табамызға салып, төрт-піштетіп жайып аламыз. Сіздер де дәл мен сияқты осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің де рулеттеріңіз мінсіз шығады. Міне, осылай тегістейтін құралмен барлық жағын тегістеп аламыз, және осыны қызып тұрған 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, біздің сырымызды табаға пешке салғаннан кейін біз әрі қарай начинкасын дайындаймыз. Осындай фаршты аламыз, үстіне бір бас шуаны майдалап турап, және 2 тіс сарымсақты майдалап турап, фарштың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Және осыны фарштың үстіне қалауларыңызша татымына қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Міне, біздің начинкамыз дайын болды. Енді біз осындай бізге фольга қажет. Осы фольганы ұзын етіп аламыз. Неге? Өйткені біз рулетіміздің жан-жағын ораймыз. Осылай бір жолақ істеп алдық. Енді екінші жолақты істеп, суып тұрған, пісіп піскен сырымызды осының үстіне жайғастырамыз. Және фаршымызды қолымызды майлап алып жайғастырамыз. Міне, қыздар, фаршымызды осылай жайғастырып алдық. Бір жақ шетін осылай алып қаламыз. Енді фольгамызды жаймен деп орап, рулетімізді орап шығамыз. Ішіне ауа кірмейтіндей, қуыс болмайтындай етіп, фольганы орағаннан кейін өзіңізге қарай тарта отыра орайсыз. Сол кезде сіздің рулетіңіз піскен кезде жақсы туралады. Егерде жақсы орауына да байланысты жақсы орамасаңыз, сіздің рулеттеріңіз қуыс-қуыс болып, кескен кезде фарштарыңыз шашылып кетуі мүмкін. Міне, қыздар, осылай орап алдық. Енді біз қайтадан кері ораймыз, себебі біздің мынау шеттегісі тұр ғой, соны ең астыңғы бөлігіне апарамыз. Себебі біз пешке салған кезде біздің сырымыз еріп жабысып қалуы керек. Екі жағын нығыздап орайсыздар. Міне, екінші фольгаға да орап шықтым. Дайын болған рулетімізді 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Видеом ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.